Сәлем. Күтіп отырсыздар ма? Мен осы шыдамай шығып кеттім. 10 минут. Бәрін дайындап қойдым. Прям шабытым келіп отыр. Күштілеп тұрып бәрін айтып берсем деп. Күтетін адамдар бар екен ғой. Алдын ала айтсам. Тұны. Қисайып кетіп тұр. Көп сөзбай бастай берейін, потом записьте сөйтіп қалдырам, қайта тізімді өзіңізге жазып алсаңыз болады. Жақсы, өзіңіз қалайсыз. Ұнап жатса реакцияларыңызды қойып, сөйтіп активны болып отырыңыздар. Айтқан сөзімді 1000 рет қайталай бермейтіндей түсіндім деген кезде бір реакция, сердечко жіберсеңіздер, мен ары қарата кете берем да. В общем, псориаз, примерно сториста жаздым, бірақ ана өзімнің ойымды стористенді қиындау сториста беруші барлық былай болды, негізінде сосын мындай, и бүкіл ана тізімнің установкасын қанша список, мен оның бәрін жазып отырғанша тоже 1-2 күн керек сияқты да, сосын эфирде айта салайыншы деп өздеріңіз тоқтатып қойып, записьте өзіңіз теріп отырасыз да, жазып. И не то, чтобы сізде именно псориаз болу керек, да, олай емес. Потом поймете вообще, на что влияет именно зависимый адам, бағынышты болу да, біреуге. Мен даусым естіліп тұр, жақсы ғой, бағынышты болу, отношениеде, ақшаға, өмірлік жағдайыңа, жұмысқа, достарыңа, үйдегі адамдарыңа, ата-анаңнан сепарациядан шыға алмауың барлығы соған байланысты да. И вот именно менде псориаз болса, кожный заболевание, біреуде басқа ауру болуы мүмкін с детства да. Ол эмоциялар іштегі жаңағы дұрыс өмір сүрілмеген да, или неправильно пережитые эмоции, неправильный тұжырымдар, неправильный, невыгодный убеждениелер қате жазылғанда баланың санасымен болғасын. И көрген білгенін сразу, короче, ми көреді, сосын осылай болса, осылай болады екен деп жазып алғасын, кейін ол бізге, наоборот, кедергі болып, бізге, наоборот, қарсы жұмыс жасайды. Бізге керек емес результаттар әкеледі. Сол керек емес результатты ала берген сайын адам стресске түседі. И стресске түскен сайын жаңағы ол эмоция шықпайды организмнен, и организм өз тауып алады. Қалай ол эмоцияны шығаруға да, біреуде псориаз болады, біреуде там қышыма болады, біреуде там басқа бір психосоматический нелер, жаңағы тамақ ауру, тіс құрттау. Это все вот этот застой эмоциональный, да, эмоциональный. Сәлеметсіз бе, қуаныштымын, барлығыңыз келіп жатсыздар, рахмет. Енді давайте бастайық. Сонымен бір сүңгіп өтейін тағы да 6 класста мен қатты ауырдым. Именно пиковый состояние сол жерде болды. Кейін қалай ол бассейндеді, қазір айтамын. Сосын каждый раз сол уақыттан бастап стресске түскен сайын, өзіме ұнамайтын жағдайдың барлығына түскен сайын, сол ауру қайта шығып, қайта менің есімді шығарды. В общем, и қазір оның түгелдей алып тастағанымды именно осы проработкалердің арқасында, и прям өзіме сол үшін горжусь, өзім деймін ба. Тіс құрттау, кімде қалай да, например, не знаю, там не шығады, хронический ангина, да, например, жұтына беретін, бәрін іште сақтайды. Сосын жаңағы балада обычно что еще? Не знаю, осындай, мен өзім пример ретінде, сізде өзіңізде болады ғой, неде болса. Мен өз примерім, это вот кожное заболевание болды. Кейін мен қалай жақсы кожаға жеттім. Менің барлық жаңағы зерттеуім, тамақ жеген, барлығы сол әйтеуір
көмектеспеді ешқандай нәрсе, қанша майыз жақсам да. Мен просто смирилась. Бір какой-то студенческий жылдарымда я уже смирилась. Потом вот сол студент кезім бітіріп, жұмысқа орналасқаннан кейін барып, жаңағыдай кітаптарды оқып, и какие-то действия, какие-то там практики начала делать. Солардың арқасында ана менің стрессімді, стресс ушыққан уақыттарда я уже начала делать какие-то действия, да, практика ретінде. Именно псориаз кетсін деп емес, жалпы стресстен қалай мен нормально, адекватно шығам. Например, как переживать эмоции деген сияқты кітаптарды оқып, абида бір нәрсе дегендерді изучать ете бастадым. Бірақ түгелдей, когда я поняла вообще, что влияет, оказывается, на психосоматику, именно мастер-киттің ішіндегі тренажерлардың арқасында түсіндім, да. И бүгін енді осы уақыт маған бір піскен уақыт болып отырмын ғой, короче говоря, бәрін тоқеттерін жинап, не болды, қалай и как можно быстро избавиться. Мен мысалға 6 класстан бері 2017-18-ге дейін қиналсам, ол қай заман, мысалы 10 жыл бойы қиналдым дейікші, допустим, да, сол аурудан или вообще сол стрессовый ситуациядан, да. Сізде, например, осыны тыңдап отыр, біліп алып, тоже алып тастауыңызға болады да, уже мен құсап 10 жыл жүріп алмай сүйретіліп, просто тура білесіз, да, не істеу керек екен, нақты қай жеріне көңіл аудару керек, қандай сұрақтарды қойсаңыз, қалай тауып аласыз өзіңіздің причинаңызды, да, сверяться етіп отырып, салыстырмалы түрде. Келген адамдарға сәлеметсіз бе тағы да. Теперь в общем, с детства, да, мне шықтым, мен анама реніш деген жерде анама қалай мен проработкалар жасадым, и анам қалай өзгерді, мен қалай өзгердім, сепарация қалай өтті, қазір біздің отношениямыз қандай, сол туралы тоже сторисқа актуалды да тіркеп қойғам. Соны айтып бітірген кезде менде обещала, что будет про кожу и про псориаз тоже бір жазамын депші. Сол екі тема бір-біріне хорошо связаны. Вообще бізде бәрі с детства ғой енді. Связаны болды да, и бұл жерде әке де бар, и бұл жерде, в общем, үйдегі нәрсе, да, өзімнің өсіп келе жатқан кездегі жинаған, терген заттарымызды. Теперь бала үйде жаңағы анасын авторитет, ең бірінші, да, анасын, әкесін жақсы көреді. Қатты жақсы көргеннен, солармен бірге болып, солардың өмірі жанында болып, солардың махаббатына бөленіп, сөйтіп жүргісі келетін. Понятное дело, біз именно ең бірінші әбден өсіп бөлек сепарацияға кетпейінше, үлкен ер жетпегенше біздер бағыныштымыз да, сол бағынышты қасиетті вовремя өтіп кету керек та, сол этапта. Бірақ енді кейбіреуімізде и точности өзімді айтатын болсам, ешкімді мысалға алмай да, өзімді ғана айтатын болсам, сол жерде как бы долго ходила, можно было бы и нормально пройти, но по обстоятельствам, как я переживала өмірді, сол арқылы сепарация менің ұзақ өтті дейікші. Например, бұдан да ұзақ өтетін адамдар бар да енді, 40-тан, 60-тан асып кетсе де, әлде сол жағдайларды өмірінде қолданып, әлде сол эмоцияларды кешіп отыра беретін адамдар бар. Оның үшін қалай алып сол эмоцияны түгелде жауып, сол проблеманы, сол теманы, сол гештальтты жауып тастау дегенді білмегендіктен просто. Теперь бала жақсы көреді ата-ананы. Сәлеметсіздер ме? Бала жақсы көреді ата-ананы, маманы, папаны, и потом солардың қас-қабағына қарап, соларға бағынышты болғасын, солардың көңілін аңдып жүреді. И барлық нәрсе солардың көңілі түсіп қалса, немесе жаңағы жайдарлап, өлең айтып күліп жүрсе, соның көңіл күйі баланың тура соған байланысты болады да. Тура соған байланысты болады. И белгілі бір басқа себептермен мамасының көңілі түсіп сөйтетін болса, бала білмейді оның причинасын, но ол сразу өзіне тағады. Например,
мен, значит, бір нәрсе істедім, мен только что мен істедім, и начинает анализировать өзінше кішкентай несімен, анализмен, логикасымен сол уақыттағы дамыған. Так, мен мынаны істедім жаңа, бүйттім, и содан кейін ана так, короче, расстроилась. Значит, мен мыналарды істемеу керекпін деген сияқты, да. Это элементарно, сол үшін айтады психологтар көбіне, баламен көбірек сөйлесіңіз, тағы мынау барлық нәрсені дұрыстап түсіндіріңіз. Сосын біздің прикол бар ғой, ана блогер Сабинкин ба сол қыз там прикол істейді ғой, казахская мама и американская мама деп, да. Казахская мама, короче говоря, синдром отличниканың диагнозымен жүретін бағынышты зависимый адамдарды тәрбиелейді, да. Например, на примере, даже это смешно, но это и с одной стороны грустно, да. И почему екенін түсінесіз. Американская мама бәрін түсіндіреді, ол потому что білет кейін, зато за это терпение потом она получит, потому что здорового человека получит, более-менее, да. Взрослого человека, который быстро приступит к жизни взрослой и все будет понимать адекватно и по факту. Анадай болып, күттай бала құсап, жүрмейді, анаған ренжіп, и ана обидасынан шыға алмай, сфераларын реттей алмай, там, вообще ешқандай жерде продвижение жоқ, жай ғана бүйтіп көп уақытты өткізіп, біреуге бағынышты болып жүретін, короче, адам тәрбиеленеді, да. Теперь смотрите, в общем, расстроилась, что-то я сделала из-за меня, из-за этого деген сияқты, и іс-әрекеттер кетеді. Так, бүйттім, там, попробовала постирать, там, допустим, менде өзім туралы айтсам, да, көпіргін дұрыс сықпадым, ана расстроилась, бәрін қопарды, короче, ысыртсат, итеріпсат, өзі бұрқылдап жуыпсат, короче. И былай болады, бүйтесің, сөйтесің, ондай жоқ, просто иди, мен уақытым жоқ, да, например. И я, короче, думаю, значит, я попробовала, вот это сделала, и мен никогда, оказывается, это не буду делать, потому что, ну, я расстрою, естественно, жазылып жатыр уже программа, да, көрдіңіз ба? Это мелочь, но потом көресіздер, снежный ком болатынын көресіз, да. И получается, помыла, значит, вот это, мне не понравилось, значит, не умею делать, не буду, не будем трогать, не будем, и это не будем делать, и это не будем делать. Поняла, умный мозг, что, ага, окей. И вот так вот и папаға да, и мамаға да, и үйдегілерге де, да, үйде әже аталарыңыз болса, менде ондай болған жоқ, и менің ағам мен інім ғана болды, вот. Ағама, значит, что-то не нравится, тоже как бы я типа синтезирую, анализирую и переписывает менің миым сразу на том же месте. Я это сделала, это не понравилось, я не хочу расстраивать, потому что я их люблю, да. Мен ол ана кісілерді қатты жақсы көремін. Я зависима, бағыныштымын, и мен олардың несін как бы көңілін түсірмеу керекпін. Просто я не хочу. Я хочу всегда, чтобы они улыбались, радовались, и было всем классно, да, потому что я хочу, чтобы все было хорошо, я не хочу делать плохо, да, никому. Сөйтеді де, ешкімге жаман нәрсе істегім келмейді деген ниет, да, балада, все, бәрі радуга болу керек. Вот, но это со временем не будет получаться, со временем стресс өсе береді. Например, обязанность көбейеді, мектеп басталады. Мектепте, естественно, менде қайтадан жаңағы не. В общем, қасымыздағы, айналамыздағы адамдардың я хочу быть другом, дружить, или этот человек мне нравится, мына адам маған ұнайды, мына кісімен мен дос болғым келеді, мына кісіні мен сыйлаймын, осы кісі маған ұнайды, жақсы көремін деген адамдар. Это мұғалімдер, это сенің класстастарың, ол сенің көрші-көлеңің, ол сенің достарың сол аулада ойнайтын, ол сенің, короче, айналаңдағы любой адам, который тебе нравится, и ты хочешь с ними играться, в общем. И жақсы қарым-қатынаста болғым келеді деген. И содан кейін жаңағы адамдар көбейген сайын сізде әлі этот процесс
записывание программы, типа тұжырымыңыз, қағидаңыз жазылып жатыр, потому что өсіп келе жатқан организм якобы, да, и сізде ешкім оны бүйтіп келіп американский мама түсіндіріп жатқан жоқ, да. Смотри, сен жаңағы мектепте осындай алғыс хат алдың, ол жаңағы 13 адамға классың ішінде класстастарың ұнамай қалды. Все расстроились, потому что именно сен ұтып кеттің, да. Но это ол, так, қазақша айтайын, да, ол жаңағы балалардың өзінің күткен ожиданиясы, да, күткеніне байланысты болмай қалғасын, олар өздері көңіл түсіп тұр, сен емес оған виноват, просто они ожидали, и они не получили то, что хотели, но ты в этом не виновата деген сияқты. Американский мама болған жоқ, мұғалімдер американский мұғалім болған жоқ, короче, ну я так образно говорю, конечно, неге Американың адамдары керім деп жатқан жоқпын, просто более-менее развитый адам, да, более-менее жаңағы кішкене мудрыйлау адам, который к чему это приводит, не болады, кейін результатын біліп тұратын адамдардың ақылы болмады сол кезде. Скажем так, менің өмірімде, да, ондай болған жоқ. Құндыз, не расстраивайся, там, это нормально. Если сен ұтсаң жарыстың түпкі мақсаты сонда, там, олимпиаданың түпкі мақсаты сонда, апталықтардың түпкі мақсаты сонда, какой-то там тест, анау, баға, бәрі соған істелінген, соған тіркелген, и сондай процесс деген сияқты нәрселер айтылмады. Сонда мен бетем, өсем 3-ші класс, 4-ші класс, әлі күшті, анда бар, мында бар, разносторонняя. Мұғалімдер бәрі типа сүйкімді жақсы көреді, ол да алғысы келеді, мынау да алғысы келеді. Мектепте балалардың барлығы бөлінеді, жаңағы неше түрлі жарыстар, мен әйтеуір бір нәрсе, сыр нәрсе, ну, в общем, отличница, тағы бір нәрсе. И мен не істеймін, не тоқыдым, да, достарым аз, мен ешкім как бы не істегісі келмейді, потому что менің кесірімнен үйге барып тамағын шайын іше алмайды, потому что бұқ-сұқ деп оны мамасы ұрып отыр, құндыздай болмайсың ба, қай жерің кем, и они будут ненавидеть меня, и келетте менімен керсет, төбелесет, басынан ұрып кетеді, там, партам бір нәрсемді істейді, әйтеуір. В общем, мен не істеймін, мен по факту сол жерде жазам, я там выделяюсь, я там делаю то, что я хочу, мен там қалаған нәрсемді істеймін, мен ұтқым келеді, ұтып алам, но, значит, достар болмайды. Ну, все, понятно, деген сияқты. И все, кетті, и өстіп жазыла береді, да. В общем, 6-ші классқа дейін менде цель болды, да, никого не расстраивать, ни учителей, ни друзей, ни одноклассников, ни людей вокруг меня и ни родных. Но из-за того, что у меня не получалось, у меня, короче, убеждение шығады. Если я везде буду первый, или если я везде буду выигрывать или побеждать в конкурсах, если я везде буду получать награды, если я буду заявлять о себе, если я буду показывать себя, если я буду проявляться, индивидуальность свою показывать, то кетті установкалер, қараңыздар. То от меня отвернутся, то у меня не будет друзей, я буду раздражать людей вокруг меня, я буду... ана адамдар айналамдағы бақытсыз болады. Менен құтылып тастайды, от меня избавиться, да? Меня пошлют далеко. Да? И как и случилось, пошлют далеко, это было чуть-чуть позже. Получается, мен жаңағы стресстердің барлығы жиналған кезде у меня раздражение, стресс, нервное напряжение от того, что мен не справляюсь. Бәріне ұнай алмайым, уже керістер басталды, уже мұғалімдер бір-бірімен из-за меня сөйлеспейді 6-ші класста. Уже директор начинает их достастырып, еще и олардың разборкасына мен шақырады. Сен не деп айтып едің, неге сен ана мұғаліммен бармадың, бұл жарысына анаған үлгеретін едің ғой, неге бүйттің. То есть, короче говоря, там детский сад страшный болды. Потом какие-то вот именно менің жаңағы тұжырымдарымды подтверждение жасау үшін сондай тұжырымдар істеген сайын менің өмірімде сондай реакциялар бола бастап. И получается, тағы не көрдім мен, жаңағы был так, короче, бір ашық сабақ болды, помню, әлі детствода, да.
не знаю, 5-ші класс па. В общем, мен типа керіммін, ана нелерді математиканы 5-ке 4-9 болады дегенді күшті білем, в общем. И маған жаңа дұрыс үлгере алмай жүрген, дұрыс оқи алмай жүрген, сондай бір балдарды отырғызып қояды 5-5-тен. И жаңағыдай более-менее деген 3-4 группаны өстіп бөледі де класс бойынша. Сөйтсе жаңа на скорость береді да, жаттығу. И ата-аналар шақырады сол ашық сабаққа. Бүкіл ата-ана келеді, білмеймін, бір какой-то праздник, короче. 8 март па, соған қатыстырып, до сих пор помню эту картину. И сөйтеді де жаңа ата-аналардың бәрі артымызда отыр, ашық сабақ басталды, и бізге айтады, старт дейді. Мен барамда бәрін қосып, ана адамдардың бәріне жауаптарын берем де, айқайлап, короче, ешкім үлгермей қалады да, басқа адамдар, оқушылар сөйтеді де. Бір қыздың ата-анасы сол жерде ашық сабақта атып тұрады да, қызына барады да, шапалақты беріп, ұрып, не істеп сөгіп тастайды. В общем, сені соншама өстіп үйретіп жүргенде осы екен ғой, түк білмейсің, теперь көзім жетті, сенің деңгейің қандай екенін, туда-сюда. И ойлаңызшы, шок бәрімізде, менде. Я еще мен өзімді кінәладым, что мен үшін жаңағы менің класстас қызым осындай жаңағыдай жағдайға түсті. Мен өйтіп жылдам істемеу керек едім. Мен кішкене өзімді бәсеңсілтіп, кішкене өзімді тығу керек едім деген сияқты чувство вины. Ешкім ол жағдаймен кейін не болды, давай обсудим деген психолог жоқ, естественно. Просто болды, анау шығып кетті кісі, ана өкпелеп еңкілдеп байғұс жылады, бәріміз үндемей отырдық. Мұғалім как ничем не бывало бітіріп тастады. Кейін 8 март, балдар шығыңдар, подарканы береміз деді. В общем, құндыздардың группасы өтіп кетті деді, тез бітіру үшін. Я не знаю, короче, сол жерде не болған. Сосын жаңағыдай подарканы алады да, бүкіл жаңағы біздің балдар жүгіріп келіп маған береді. Қалған қыздардың бәрі подарксыз. Ну, в общем, такой страшная картина. И сөйтеді, елдің бәрі, конечно, мені сол жердегі елдің бәрі емес, сол жердегі бәрі именно оқушылар не істейді да, қыздар барлығы көңілдер түседі. И эта картина, этот день мне до сих пор вспоминается, ну, пока я не проработалась, да. И анадай кошмар болып. Не то, что мен молодец, мен там күшті болды, маған подарка берді. Нет, мен вообще оны есіме түсіргім келмейтін жаман күн болатын, да. Вот. И, в общем, сөйтемде, қандай, короче, случилось өмірдегі ситуация, опыт ретінде мен барамда жазам, қандай тұжырым. Буду проявлять себя, буду выигрывать. И жаңағыдай нәрселерді побеждать. Вот так вот из-за меня кто-то пострадает. Мои друзья, там, моя мама отырды, и она не знала, что теперь делать, да, она сидела, и мне мамам ештеңе істей алмай қалды. И ей всегда вот это не нравилось. Ол барады жиналыстарға, тек қана соны ғана мақтайды, қалған бәріне минустарын айтады, и ей было некомфортно, она не любила ходить в школу, короче. Прикол, да, баласы вроде бы нормально, жақсы болып барудың орнына, ол кісі, наоборот, она не хотела. И оны да көрдім, да, и типа мен опять-таки күшті болғанымнан мама начинает страдать деп, начинаю опять стрессовать. В общем, менің әлемім сынып атты, мен не знала, что делать, я не знала, как решить эту проблему, я не знала, как сделать счастливым всех вокруг меня, радугой. Сөйтіп, мен әбден қиналып, сосын ойлаймын, осы шешімді қалай істеу керек екенін мен білемін, мен мектепке барғым келмейді. Все, я не хочу. Зачем мен үйде отырып кітапты ашып қойып өзім оқысам, да? Мен всегда білемін, да? Мен тақырыптарды алдын ала білемін. Зачем мне ходить в школу? Вообще не хочу деп ауру тарттым, короче говоря. Менің түпсанам мақұл хозяин деді и сделала мне как бы вот этот кожное заболевание. Ол ушықты әбден, жаңағы стресстер рахаттан шықты, басқаша она не умеет, я не знаю. Сөйтеді, үйдегілері аң-таң, что случилось, и бір нәрсе шықты, аллергия, қайтып кетеді шығар. Нет, ол барады, бүкіл денеме мен қаптайды, мен ағамын, кожымның бәрі түседі, мен танымастай өзгерем. Шашымның бәрі түседі, страшный картина, ешқандай тамақ жей алмаймын, иммунитет 0, су іше алмаймын, таңдайым тартылған, не жесем де құсам, короче говоря, больницаға барғанда да никто не знает, енді ауыл ғой, не диагноз екен, вообще өлейін деп жатыр, нағыз деп болды. В общем, өлейін деп жатқан кезде, сосын кейін мен енді жатырмын ғой, сосын өлейін деп жатыр дегесіне реакцияларыңызға рахмет.
Сондай жағдай, папа не знает, что делать, мама тоже не знает, не болып қалды, ешкім білмейді, резко мен барам да, просто вот жатып алдым да. Сөйтем де мен не істеймін, не болды қытай, короче говоря, мама көрсетеді, махаббат, елдің бәрі келеді, мұғалімдер іздейді, үйге келіп, каждый там посещение мені көңіл айту деген сияқты. Мен жатырмын қазір деп страшно. И в общем кейін түсінем да, что ну все, типа вроде все успокоились, можно мне вставать, все соскучились, значит, оказывается, я всех не раздражаю, оказывается, я всем нравлюсь, и они все, оказывается, скучают, и, в общем, жақсы көреді екен деген сияқты не істеймін де, я решаю встать. Все спокойно, я встаю, начинаю дым болмаған сияқты тамақ ішіп бастаймын, потому что я внутри решилась так. До этого я не хотела ничего, а теперь просто решила, все, теперь нормально деген сияқты да. Сөйтем де мен барам мектепке қайтадан, и какой-то бір олимпиада болады, опять там ақбота ма, кенгуру ма, я не знаю, әйтеуір мұғалімдердің бәрі тік тұрып солына деген бір керім әйтеуір авторитетный бір олимпиада. Сөйтеді, мен содан әйтеуір ең бірінші бір какой-то гран-при ма бір нәрсе алам. И все, енді мектептегі мұғалімдер той жасайды, үйге келеді, мамаларға грамота береді, ең керім ата-аналар, там бір нәрсе, и все, родительский собрание, тағы бір нәрсе. Санта-Барбара басталады, сол жақта опять қызғаныш бір нәрсе, и оның бәрін опять мен көремін де, опять мне это не нравится, да. И не знаю, то ли мне быть проявляться и лидером быть, то ли мне вообще исчезнуть, то ли не, короче, қайда кетсем болады, да. И маған приглашение келеді, жаңағы өткен олимпиаданың өткен жерінде гимназия, мектеп новыйдан ашылған, керім деңгейі өте биік, там мықты мұғалімдер жиналған, вообще рекламасы күшті, сондай адамдар келеді де, маған біздің мектепке келді, біздің директор жүгіріп келеді, головной боль, это же я, соны кетіп қалу үшін маған айтады, мә, Құндыз, давай сен кет, біздің мектептің патологында тіреліп, ты уже не можешь, саған деген ана мықты бір қиын нәрселер керек, сол жаққа кет, әбден қинал, ғылыми жоба жаса, мына энергияңды асып-тасып сол жаққа кет деп айтады да. И все начинают поддерживать, мәз болып, ура, и потом думаю, ой, что круто, вроде бы, да, а потом бір-екі күн өткеннен кейін, мен ойлаймын да, ох ты, смотрите, от меня избавляются, все. Посылают меня, короче, послали далеко, посылают, говорят, не хотят меня, никто не видит, да? Все, короче, сөйтемде, ну, ладно, короче, кетіп қалам. В общем, басқа мектепке кетем, басқа өмір басталады, интернатта тұрам, мен уже үйде емеспін, ойлаңыздаршы, нешедемін, мен сол жерде 13-темін ба, 14-темін ба, вообще не помню. И, в общем, сол жақта бөлек тұрам, все. И знаете, что самый прикол? Менде установкалер болды ғой, которые я не буду это делать, мама расстроится, это нельзя делать, расстроится, маме всегда не нравится, это не нравится дегенде, оның да шешімін түпсана тауып беріп тұр да. Иди вообще дома не будь, а то сен үйде жүргенің уже расстраивает да мама, потому что ол мама кетіп қалса 5 минутке нанған базарға да, сол 5 минуттың ішінде мен паластың бәрін қағып, жуып, бәрін сырлатып, көбелектер ұшып, құстар ән айтып тұру керек та, барлық нәрсе дайын болып тұру керек. Не істедің, мен барып келгенше, не істедің мына жерде деген кезде бір тарелканы жуып үлгермей атам да. В общем, короче говоря, сол нәрсені қазір күледі ғой, вообще сол нәрселерді айтқан кезде не керек, в общем, катастрофа, и я не справляюсь, барады, түпсен айтады, самый классный вариант, вот по твоим запросам, сенің тілектерің бойынша мен идеальный вариант тауып берді да маған, басқа қаладағы, басқа мектеп, интернатта тұрасың, режим, расписание, сенен ештеңе никто не требует, ешкімнің настроение түспейді, сен ешкім там білмейді, рахат күшті, все можешь начать с нуля, да, чтобы и друзей не было у тебя, и никого, чтобы не было. Круто, вообще қалада, ешкімді білмеймін мен, ешқандай туысым жоқ, бір жетім бала ұқсап сияқты тұрып бастадым. Просто менің шаруам расписаниемен жүрем, режиммен, завтрак, анасына барам, факультативке барам, мектебіме барам, қосымша бір нәрселеріне барам, жарыстарға қатысам, ғылыми жоба бір нәрсе жазасың, мектепте тек қана 13 бала класста, менің классымда бір класстан, бәрі типа вундеркинды, и вот так вот я училась, никого не знаем, все вот так вот ар жақтан бит жиналған балдар, да,
особо анадай күттай балдар, күттай кезімізден біргеміз деген ондай жылу отношение ешкімде болған жоқ. Есть там сондай болып жүрдік та. Барамыз, сөйлесеміз и все. Вот, шешімін қабылдау керек болған ба? Шешім қабылдау, мен шешімін таппадым, потому что менің миымда ондай вариант жоқ, мен баламын кіттай, и шешім қабылдау керек болды. Шешім қабылдау керек болды дегенде, ол кезде айналадағы адамға байланысты да, например, сол жаңағы американский мама сияқты или бір жақсы мудрый адам болса, сол жерге там не болып жатыр, қараңыздаршы, осознанно неге мындай жағдай болып жатыр, қалай деп ешкім ондайды білмейді, понимаете, ондайды ойламайды вообще. Адам тағдыр просто сөйтіп ойлап жатыр, құлай солай жазған, солай деген сияқты нәрсе да. Әркімде бізде солай өмір былай өтіп жатыр, мен оған ешқандай қатысым жоқ деген сияқты. А мен сіздерге қазір не айтқым келіп отыр, барлығы біздің өзіміздің ішімізде, біздің түпкі түйсігіміздегі тілекке байланысты да. Өзіңнің ішіңдегі проблемаң таппай тұрғасын, сен бүйтсе екен, сөйтсе екен деген, міне мен сізге айтып отырмын ғой, қалай істеймін, чтоб я не расстраивала, көзіне шоқ болып, от болып, жынына тимейтін, как можно, и внутри я просто по моим желаниям все сбывалось, понимаете? Оказывается, бүйтсем дос болмайды, солай болады. Солай, енді мен барғым келмейді, тапты, барма, значит ауырасың, үйде жат, қалай бармайсың, не осылай. И оны әркім өзінің өмірінде, менің анам ондай нәрсе приемдар білген жоқ, она вообще не знала ол кездегі жағдай бойынша. И также бүкіл ауылдағы адамдардың да, ойлаңыздар, бәріміз бірдейміз, біздер ондайды ешқашан ойламаппыз да, что ішіміздегі программаларымыз біздің өмірімізді жайлап құрып тартып, адамдарды жағдайлар тартып отыратын біз білмедік. Все исходит изнутри. Сейчас поймете, да, қалай екен. Теперь смотрите. Сөйтетте сол жерде просто шешімді табатын ешкім жоқ. Түпсана, смотрит тілектеріме байланысты, и ана кедергілерге байланысты құра береді. Болды. Ол сондай техника, механизм сондай. Вот. Түсіндіңіздер ғой, да? В общем говоря, жаңағы міне менің установкалерім стопкасы тұр, тізімі. Бүйтсем былай, енді мындай болады, если я такая. Айтып шықтым, да, сіздерге. Вот, потом менің тілектерім. Не хочу никого расстраивать, я всех люблю, хочу друзей, там туда-сюда, хочу нормальных отношений, и чтобы все были рядом, да. И я не хочу, по идее, их расстраивать. Но, получается, надо, чтобы исполнить подсознание. Мынаған қарайды, түпсанаға, таразыға салады да, екеуін кірістірген кезде, маму любишь, но не хочешь расстраивать, значит, будешь жить в интернате, потому что дома будешь жить, она все каждый день расстраивается, да? Исполнено. Кетті, да? Так, учителей не хочешь расстраивать, чтобы за тебя там все знают какая-то, да? Теперь это исполнение желания, қазір істеймін, тілекті орындаймын, да? Мына нелерге байланысты. Опять, надо тогда уходить, потому что по-другому не получится. Басқа жерге бару керек, мектепке, чтобы они успокоились и забыли про тебя. Тогда никого не будешь расстраивать, да? Просто светлые, радужные воспоминания болып қаласың, и все, да? Сондай болып ет деген сияқты. И теперь келесі тілегім. И өстіп менің тілектерім, исходя из моих установок, орындап береді маған. Ол установкалерді арқылы келген менің өмірімдегі өзгерістерді отырып алып, мен проработка дегенді ол кезде білген жоқпын, что из-за чего, как приходит. Этот результат не нравится деген нәрселерді өзгерту, реттеу дегенді мен білген жоқпын. Теперь смотрите, просто к чему это привело, соны көрсеткім келіп тұр, да? Наглядно. Так, ашық сабақты айттым, тізімін айттым. Теперь новый жерде оқиым, бүйтем. В общем, новый жерде уже менде қорқыныштар бар, убеждениелер дайын тұр. И я не высовываюсь. Новую гимназияда особо ешкімді қорқытпаймын, үркітпеймін. Потому что я живу уже через убеждение, да? Қазір қатты мынадан осып кетпей қойыншы, көрсетпей қойыншы өзімше күштімін ғой мен. Бірақ енді шынымен де көп жерде бара салмаймын, айтпаймын білсем де айтпай отырам сабаққа жауап берген кезде, да. Потому что мен бәрі сияқты болғым келеді, да, бірдей.
кім біледі енді, никто что ли не знает десе, я не хочу выходить, говорить, да, біліп тұрсам да, как будто білмей отырам, потому что не дай бог Кундуз сейчас ты опять скажешь, ты и этих 13 человек потеряешь, деп отырдым да мен, понимаете, как я себя, что это происходит, білесіздер, это индивидуальностьті сындыру, езу болып жатыр қазір. Моя индивидуальность, нельзя проявляться, мне нельзя хотеть, мне нельзя. Базовые тренажерларды мен уже ездім, понимаете, уже я начинаю. Құндыз тебе нельзя, баспен балғалау. Кім істеп жатыр, мен өзім істеп жатырмын, понимаете? Вот. Реакцияларыңызға рахмет. Менің қызымда аллергия болды, бәлкім ода да сондай болды ма екен. Аллергия, өзіңіз қараңыз, талдаңыз, қазір бір күн бойы өзіңіз бүйтіп жүріп, тамақ жасап жүріп, шайды істеп жүріп, ойланыңызшы да, табасыз, қандай болды, неден қорықты, кімнің расстроилась, активный болса, уже все. Синдром отличника деген сөз, это не та, которая классно учится, да, там, типа, сен қыз дұрыстап оқы десе дұрыстап оқитын адам емес, ол синдром отличника деген просто такой термин, который синдром отличника деген сөз жаңағы мен сияқты адам кезіндегі, да, бала шағымда. Я не хочу никого расстраивать, не хочу, чтобы из-за меня все страдали, деген адам ол. Если сол синдром отличника адамның ішінде шықпаса, соны, если она не проработает, она и в жизни будет такая. Қарым-қатынаста, отношенияда, да, үйде күйеуінен қорқатын болады. Обычно жүріп жатса, жігітінен қорқатын болады. Ой, бүйтіп қарап қалды, сөйтіп қарап қалды. Үйге тұрмысқа шықса, үйдегі адамдардан қорқатын болады, да? Любой іс-әрекеті қол дірілдеп, стресс, вечный стресс, үсті-басының бәрі қышыма, или тісі құрттап түсіп жатыр, потому что она не может жить. Этого и есть болезнь, да? Вот синдром отличника. Как можно от этого избавиться? Подруги. Бір подруга просто написала, кеттік бір жерге базарға барып қайтайықшы, мне надо это купить, то купить. Саған керек емес оның бәрі, да? Но сен атып тұрып жүгіріп барасың, сонымен бірге таңнан кешке дейін жүріп соныған трусик таңдайсың. Почему? Потому что ты не хочешь ее расстраивать. Она должна всегда улыбаться именно саған дегенде, да? Вот, понимаете, зависимый, бағынышты, страшный қорқақ, ешқандай жауапкершілікті ала алмайтын, алса да күшті істесе де тек қана исполнитель, а не лидер, управленец. Только исполнитель. Оған біреу айтады, четко жасап береді, да? Күшті жасап беретін исполнитель. Сондай болып шығады ол. Сен просто маған айтшы, мен бәрін істеп берем. Мынаны істе десе, деп бәрін істеп береді. Понимаете? Қолынан бірақ бәрі келеді, бірақ өзіне сенбейді. Неге? Потому что қорқады. Түсініңіз ба? Вот это и есть синдром отличника. Активный негізі. Активный болса, көбірек сөйлесіңіз. Жаңағыдай күшті нелер қалай ойлайсың. Сен, например, расстраиваешься, да, басқа біреулер өскен кезде. Я негізінде ол негізі көңіліме түседі, ананы не хочу, сіздің көңіліңізді түсіргім келмейді, анам деп айтатын болса, пожалуйста, түсіндіріңіз. Басқа біреудің ожиданиясы это его проблемы деп айту керексіз. То, что ты что-то сделала, и это кому-то не понравилось, и вот көңіл түсіп, этот человек, ол адам, оның менің қалауым бойынша мына кісі өмір сүрмей тұр, менің қалауым бойынша результат әкеп берген жоқ деп өзімен өзі бесится, он обижается, да? Но в этом она не виновата, соны сіз жеткізу керексіз, да? Сол кезде ол каждый раз айтқан сайын сіз андай, ол қызыңызда дұрыс не басталады, таразы. Значит, адам әркімнің өзінің ожиданиясы. Я хочу, а этот человек этого не хочет. Я сделала, у меня получилось, он сделал, у него не получилось. Я в этом не виновата, да? А не так, что я сделала, у меня получилось. Жаңа жұмысқа кірген кезде подружкамен бардым, жұмысқа мен кірдім, маған сразу айтты, сіз күштісіз, сізді жұмысқа аламыз деп. Қандай такой, классно деп. Именно подружкамен айтқан жоқ, сіз күтіңіз деді, да? Ойлаңызшы, мен қандай 2-7 ответ берген жоқ жаңағы собеседование, подружкам өтті ме, өтпеді ме. 2-7 бойы көктер ақтер болды мен.
сондағы менің стрессім, менің жағдайым, ойлаңызшы, ана біреуге деген ответственностімнің ана эмоциясы еще шығаруды да білмеймін ғой мен. Біреуді маған айтқан жоқ, оны білмеймін. Мен барам да өзіммен өзім начинаю колбаситься, стрессовать, не могу пить, не могу кушать. И ушығады, менің аллергиям ушығады, пысық-шық и кетеді, короче, бәрі. Я уже начинаю чувствовать, что я начинаю нервничать и стрессовать. И бірақ түгелдей картина болмады менде ше. Түсінікті ма? Сол үшін балаңыз активный болса, вообще активный, любой бала активный, да? Біреулері активный болып жүреді де, сосын басылып қалса, значит, сол моментте басылып қалды, ешкім сөйлесе алмай қалды да ол кісімен. Но не поздно никогда, все равно бұрын активный болып жүрді, қазір не очень болып қалса да, все равно сондай нәрселерді айтып беру керек та. Сол кезде ол қайтан активный болып, қайтан мне можно, оказывается, это нормально екен ғой деп, уже өзінің ойлап, өзінің өмірінің направлениесімен, жолымен, жанына шақырып тұрған жерге барып істейтін заттар шығады да, адам уже өзін тани бастайды сол кезде. А не так, что нельзя показывать, нельзя, сөйтсе адам өзін де білмей қалады, кім екенін білмей қалады ше. Я реакцияларыңызға рахмет. Теперь поговорили, да, как надо говорить, айттым, қалай айта аласыздар сізде, да, даже біреуге айтасыз, мысалы балаңыз болса, обязательно, конечно, айтасыз, и өзіңізге де айту керексіз, да, соны өзіңізге жеткізу керексіз. Сол кезде сіз опять-таки иммунитетіңіз өзімен өзі көтеріледі, тісіңіз қайта шығады, шашыңыз қайта өседі, понимаете? Что еще там бізде? Тырнағыңыз қайта қатаяды. Не самый главный, сондай нелеріңіз, кожыңыз, в общем, бүкіл денеңізге әсері қатты болады да. Теперь, сәлем. Мысалға өзіңіз, да, көңіл күйіңіз жоқ болады ғой, например, бүйтесіз, үйде жүресіз, көңіл күйіңіз жоқ, все замечают, но вы не говорите причину, да? Ну и не надо говорить причину, просто надо говорить. Менің көңіл күйім жоқ, бірақ сіздер үшін емес, мен просто өзімнің бір нем бар еді, соны өзім шеше алмай отырмын. Но сендердің ешқандай қатыстарың жоқ. Просто успокойте детей, и все. Вообще сендер ни при чем здесь. Мен просто өзім не істеп отырмын да, жаным маған уақыт берші, мен что-то өзім болу керекпін. Бірақ сендер үшін емес. Просто өзімнің шаруаммен расстроилась. Болды. Потому что они все успокоятся, вас оставят в покое. Но если вы деп жүріп ешкімге айтпасаңыз, кім үшін екенін, не үшін, в принципе, не үшін екенін прям не істемейсіз ғой, түсініктеме айтып бермейсіз ғой, просто не из-за них екенін айту керексіз да. Сол кезде олар жаңағыдай тышқан құсап жүріп, үйде аяқтар бит дыбыссыз басып деген сияқты ондай нәрсе болмайды. Сол үшін жаңағыдай өскен сайын қорқақ адам болмайды, короче говоря. Значит, сізде де, видите, анадай стресс көп, да, и не можете вообще тіс бар ғой деген ызаны шығармау. Сосын жаңағыдай бір мақсатқа барасыз ғой, сол мақсатты қойып қоясыз, сосын шынымен бүйтіп жетпейсіз, да? Шынымен бүйтіп тістеніп алып жылмайсыз, да? Просто бүйтіп қойып қоясыз, да? Демекенсіз, и бәрі расстроится. Ой, нет, анау деп итеріп керек нәрсеңіз бітті. Сонымен тісіңіз қажалмайды, тісіңіз өзінің жаңағыдай нәрсесін орындамайды. Психосоматиканы оқысаңыз, уже түсінесіз, қай жерде сіз нені тістемей тұрсыз, қаққа бармай тұрсыз, қақтан ызаны шығармай тұрсыз, сонышы. Теперь, түсіндік. Үйде жаңағыдай жүрген кезде өзіңіздің іс-әрекетіңізді қадағалап жүріңіз, немесе түсіндіріп жүру керек адамға, да. Если что-то кто-то делает не так, как вы хотите, не надо дуться, а надо говорить. Этот человек сделает или не сделает. Или, ой, мен что-то қолымнан келмей жатыр, үйретіңізші десе, үйретесіз, былай ғой деген сияқты. Бүйтесің, мен обычно осылай істеймін деп. Так. Хочу, чтобы этот человек... Все, айттым. Теперь, жаңағы YouTube каналда обида туралы, мен YouTube каналым, кстати, монетизация басталды.
Мен соған өте қуаныштымын. И видеоларымды, и подписчиктер де саны көбейіп жатыр. Егер араларыңызда сол ютубта каналдан қарайтын адамдар болса, рахмет сіздерге. И ютубте Абида туралы ролик бар. Сол роликте жаңағыдай айттым, ожиданиясы галочкасымен не совпадающие адамдар не үшін ренжиді. Вообще Абида деген қақтан жиналады, сол туралы айттым. 30 минут бойы сөйлеп. Сонымен мен барамда, студенттік кезімде жаңағы стресс кезде күшейеді. Я уже привыкла, смирилась. Мен уже білем, надай экзамендер келатыр ма, я уже запасаюсь. Мазбен, анамен, мынамен, бәрімен запасаюсь, короче. Сөйтіп өтем. Тамақтарымды реттеп, сөйтіп бастаймын да. Сөйтіп соған қатты үйреніп кеттім. Потом естим, оқим вроде бы кітаптарды да, что можно избавиться, можно излечиться деген сияқты. Соның сояқта берілген бүкіл нелерді жасаймын. Бүкіл жаңа практикаларды. И в основном радикальное прощение деген кітаптарды. Абида туралы. Мен ойладым, бүкіл бәле Абидадан. Например, бірақ Абида менен деп ойладым да, жұрттарға. Например, менен де бар ғой, естественно, это же взаимно идет, синхронно, да, и менен де, и анадан да, қарым-қарсыдан да. И получается, мен бардым да, Абиданы бет-беттен, ақ беттен жазғызады ғой, 3-4 бет бойы. Соны 21 бет қылтып жазып, мектепке отдельно жаздым. Әр мұғалімнің атын салып жаздым. Әр мамам мен папама жаздым. Мамам мен папама отдельно 108 рет поклондар жасадым, чтобы избавиться от псориаза, да, чтобы вообще, чтобы не стрессовала, или я по-другому начала это все делать, чтобы я не болела, короче. И мен барамда естедім, тағы да практикалар жасаймын, бір сеанстарға барам, тренингтерге барам, курстарға барам. Әрине басқа да проблема типаларымды өшіру үшін, бірақ всегда, короче, жаңағы нәрсе денсаулық туралы шыға беретін да менде. Оның бәрі бекер емес, оның бәрі де результат берді, азайды, көбісі кетті. И бірақ не түсіндім, когда я начала обиду сама прорабатывать, да, ручкамен, қаламмен, сол кезде мен түсінгенім, әр адам, оказывается, просто сондай. Мен жаңағы баяғыда күтті кезімде есту керек әңгімені, мен жаңағы практиканы істеп отырып түсіндім ғой. Оказывается, мен өзім бүйтіп күттім, сөйтіп күттім, болмай қалды. И любой адам сөйтеткен ғой. Сол кезінде ана менің мұғалімімнің өзінің осындай күткен галочкалер болмай қалғасын сөйткен екен ғой. Оказывается, я там, вообще ни при чем екенмін ғой деген сияқты осознаниялар келді ғой. Кейін ойлаңызшы, мен ана жердегі 14-тегі қызбын, потом 21-дегі қыз енді түсініп жатыр да. Сөйтсе, потому что өзің жаңағыдай самостоятельно іздегеніп, жаңағыдай самостоятельно бір практикаларды істеп. Кейбір адамдар просто кітапты оқиды да, практикасын істемейді да. Сосын ол ешқандай түсінікте кірмейді, оған ешқандай осознание да келмейді, ешқандай түк пайдасы жоқ. Вот, потом 2017-те мен мастер-кит сатып аламын да, и мастер-кит күшті ғой, прям мастер-китті қазір рубль түсіп жатыр, кстати, 584 мың еді, қазір 500 мың тұрады. Алып алыңыздар, өмір бойы бүкіл проблемаңызды шешіп беретін зат. Вот, да, псориаз, тұқым қуалаған, это просто установка. Ол установка. И почему тұқым қуалайды кейбір ауруларда? Потому что поведение одинаковое. Да, если мен осы жаңағы өзімнің псориазымды ұтпасам, ешқандай разборка жасап, ойланып, неге мен осы ауыра берем? Тұқым, ладно, дейтін болсам, менде балдар болады, например, и сол менің іс-әрекетім қалай, менің қарым-қатынасым қалай, я как живу, сол поведениен, сол программаны сур жазып алады өздеріне. Болды, сосын у них тоже это появляется, да? И потом, когда у них это появляется, сосын олар айтады, тұқым қуалайтын зат қой ол. Олай емес ол. Ол просто одинаковые программы, которые скопированы, и все. Надо просто эти программы убрать. Как убрать? Теперь мастер-китте толық түсінік келді маған. 2017 жылы мен барамда екінші деңгей бойынша страх, обида, анау, мынау, образ, ситуация, запрос барлығын жасаймын. Я свободна от псориаза. Норма, чтобы не быть. Это генно, это бір нәрсе, бірақ ген ондай болған жоқ. Біздің тұқымда ондай ешкім ауырмайды. Мен ғой сөйтіп бастаған. Но я, по крайней мере, не знаю никого. Вот.
сондай ұсақ түйек установкалерімді өшірдім, и вроде бы все, как будто бы кетті, но все равно бұрынғыдай қатты жатып қалмаймын да, бәсеңдеді, ауыр бәсеңдеді, а потом уже как будто бы кетіп қалған сияқты сондай болды да. Но нет, анда-санда кейбір жерлерімнен қатты бір уайымдап кеткен кездері сондай болатын. И ойлайтынмын, әлі бар остаток. Что я еще не знаю деп ойлайтынмын да. Неге до сих пор вот какой-то чуть-чуть, прям чуть-чуть даже, қолым чуть-чуть мына жерім, ойлаймын, еще что-то там есть, да. И не екенін түсінбейтін. Потом бір күні үйтем, моя индивидуальностьқа кірем. Моя индивидуальность — это универсальный, базовый адамның базасы, да, адамның базовый, в общем, бақытты өмір, толыққанды өмірді сүріп шығу үшін универсальный установки деген бөлім бар. Сол жақта мне можно желать, мне можно хотеть, мне можно быть одной, мне можно быть с кем-то, мне можно быть в своем пути, в призвании, да, мне можно реализовываться и мне можно проявляться деген нелерді, проработкалерді дайындап қойған. Сол универсальный установка жағына кірген кезде мен индивидуальный, еще мне можно проявлять свои эмоции. Ja, сол кезде менде былай болды. Эмоцияды көрсетуге, басқа біреуге эмоциямды қалай көрсетемін ма? И кетті установкалар. Мен көрсетсем эмоциямды, и опять одинаковые. Пошлю, останусь одна, бла-бла-бла. И индивидуальность то же самое. Когда я буду проявляться, опять, мен осылай ойлаймын. Мен мнениемді даже айтуға да, мен осылай ойлаймын. Даусым шықпайды. Мен жұмысқа кіргенде, пока я вот этот мастер-кит не купила, у меня по карьере поднятия не было. Потому что мен даусым шықпайды. Мен тек күшті жұмыс жасаймын. Бәрі мен жақсы көреді. Мен быт жұмысты конкретно жасаймын. Бәрін білемін қалай екен. Почему ты не поднимаешься? Ты уже все знаешь дегенде. Деп үндемей жүре беретінмін, да? Потому что я боюсь, мне нельзя, короче. Мен онда күшті самолетімнен алып қалам. Мені там президент жек көріп кетеді. Там страшные вот эти установки, они везде. Я начинаю встречаться с кем-то, сразу зависимый болып кетемін. Мен қазір эмоциямды көрсетіп қойсам, мен қазір не ойлап тұрғанымды айтып қойсам, мен қазір не істеймін. Бүкіл жерде, видите, подругамда де солай, жұмыста да солай. И, конечно, ондай адамда қандай развитие, қандай призвание, қандай предназначение, қандай ақша вообще, қандай карьерный рост, қандай дос вообще. Понимаете, қандай отношения даже. Отношения болмайды, потому что мен, как бы этот человек меня не знает. Менімен бірге кездесіп жүрген адам мені білмейді. На самом деле қандай екенімді, да? Білет әйтеуір бір қорқақ біреу екенін. Страшный, прям контролировать етіп манипуляция жасауға болатын. Білет болды. Вот. Теперь, көрдіңіз ба, қайтып қатты әсер етеді. Моя индивидуальностьқа кірдім, и жаңағыдай нәрселер болады. Моя индивидуальность көрсетуге, мен өзімдік тұлғамды көрсетсем не болады? Настоящий өзімді айтсам, ойымды көрсетсем. И жаңағы установкалар с детства қайттан шығады, да? И когда я их просто начинаю прорабатывать, потому что обучениеда сөйтіп айтылған, обязательно универсальный установканы 100%-ға дейін ұрып шығыңыз деген кезде, соны бардым да, мен эмоцияны бәрін смирениені бәрін ұрып шықтым. 100% қылдым, да? И вуаля! Денем, все, кожный, никогда я не видела, чтобы и стресс болған кезде я уже ожидаю, но нету. Понимаете? Ештеңе шықпайды. Ешнәрсе, в общем, кожам менің даже мынадай естіп бастадым мен. Карьерада не болды айтпақшы. Карьерада бір жылдың ішінде 3 рет көтерілдім. Өзім, потому что что-то мне как-то начала говорить, как-то меня начали видеть, слушать. И мне уже можно же. Потом что-то активный бола бастадым. Потом ақшам көбейе бастады. Что-то достар көбейе бастады. Почему-то все начали меня видеть, обожать. Потом мен вообще қандай екенімді, сен сондайсың ба, сен сондай білесің ба, не? Сен сөйтіп ойлайсың ба, не? Да ты что, мен білмедім. Да, сен қолыңнан еще мынау келе ма, не? То есть новый көзқараспен көре бастады да мені вообще адамдар. Потому что тығылып жүрген адам кім көреді?
И сол кезде я уже начала, сол кезде түсіндім, что мастер кетпен менің проработкалерім, ана тренажерлар просто емес, она работает, она реально твой вот этот бүкіл ана боғыңның бәрін шығарып тастатқызады да. Ояқтағы алгоритмді просто бүйтіп істейсің, енді өйстіп істе, енді сөйтіп істе дегенді қайтып істеп отырасың, айтып отырасың, болды, бүкіл өмірің керемет болып кетеді да. Сол үшін 500 000 теңге деген это чепуха. Менде эмоциямды шығару қиын, кішкене күнімде ән айтқанды жақсы көретінмін, кейін даусың шыңқылдап қалған деген сөз көп болды. Қазір өз даусымды ұнатпаймын. Прикол, вот осылай болады. Но вы можете это проработать. Көрдіңіз ба? Сіздің даусыңыз на самом деле әдемі, да? На самом деле әдемі. Просто дұрыс емес программамен ертең осыны проработка жасасаңыз, бәрі сізді тыңдай бергісі келетін болатын болады. Вообще, потому что менде былай болды. Менің настоящий кім екенімді көріп қойса, бәрі жаңағыдай отвернутся и уйдут. А когда я наоборот проработалась, сол кезде менімен бәрі болғысы келеді, мені іздейді. Как бы сказать, не то чтобы то с тобой так приятно, спокойно, сондай, ну, достарымнан сондай естіп бастадым. Но это было для меня вот наоборот, когда от меня я привыкла, да, что өмір бойы мен мектепте менен қашатын да адамдар. Ну, особо как бы түсінбейді мен. Какая странная это какая-то. Ну, непонятная, ни рыба, ни мясо. А просто бүйтіп по факту сөйлеседі и кетіп қалады да. И кейін анадай сөздер ести бастадым, да, и сол сияқты болады сізде де, да, например, как будто бы сіздің даусыңыз жаман, но на самом деле, когда вы проработаете, потом сізге түпсана басқа реальность көрсетеді, басқа өмір көрсетеді, да. Қазір просто түпсанада сізде таразыда мынадай, сіздің тілегіңіз тұр, я не хочу шәңкілдеп біреудің нервісіне тиюге, потому что мне же кто-то сказал, что мен қазір деп сөйлеп бастап өлеңімді айтсам, ана бүйтіп қалады, сосын қош, одан да я замолчу. Ну, все сделано будет, да. Например, екі таразыда ән айтқым келеді, бірақ айта алмаймын. Нельзя мне. Ну, то есть жаңағыдай. Екі іштегі стресс, получается, біздің саналы түрде миымызбен хочу деген нәрсеміз, да. А түпсанада нельзя. А түпсананы ұту мүмкін емес, когда есть просто желание. Не то чтобы желание, запрос, да? Вот так на самом деле хочу. Я же тоже хотела быть лидером, классным другом, подругой, или там, чтобы мама меня любила, деген сияқты, да, и все говорили, что я нормальная, мне можно проявляться. Но у меня было, на жерде түпсана айтады, ну, можно, конечно, так сделать, но нельзя сейчас. Мен айтам, да, почему? Потому что ол барады да, менің нәм блокнотымды ашып береді айтады. Так, значит, если мы біз бүйтсек, мынадай болады, бізге это не надо, значит, ты будешь делать так, как я тебе говорю, деп айтады, да. И түпсана как вас ведет, түпсанадағы программа вами управляет, манипулирует, түсініңіз бе? Сол кезде түпсана айтады, значит, так, будем делать шәңкілдемегенский и нервировать не будем никого, значит, үндемей сөйлейсің, жайлап, даусыңды ақырындап қойып. Все, осылай болады. Сіз ой отырасыз да, негізі мен күшті ән айтқан жақсы көрем, ән айтам. Я тебе говорю, не надо, ән айтпаймыз, нельзя. Все, болды, сіз ұталмайсыз. А когда вы, наоборот, кіресізде, проработканы бастап, сеанспен, дұрыстап, разбормен, жазып, айтып, түсіндіріп өзіңізбен, ана түпсана денемен сізге жауап береді, я өшірдім деп, содан кейін барып, можно болады да. Іштегі просто программаны удалить деп алып тастайсыз дискіден, ДНК-дан, памяттен, не знаю, сол архивтегі заттан, компьютер, биоробот сияқтысыз ғой, керек емес папкалерді өшіріп тастайсыз. Сақтаймын, я, сақтаймын. Так, вроде бәрін айттым. Все, менің индивидуальностімді сөйтіп проработка жасағаннан кейін, осыған дейін, соған дейін жасаған бүкіл проработкалерім обидан бәрі бекер кеткен жоқ. Олардың бәрінің әсері тиді, бірақ до конца түбін, точканы жирный қылып қойған, это мои универсальные установки деген проработкалерден кейін. Соны айтып бөліскім келді. Содан кейін я избавилась от этого диагноза, да, психосоматикадан. Просто менің организмом, менің түпсанам перестала использовать эту систему.
так, нам плохо, значит, сейчас надо теріден ағыз жіберу керек оқтың бәрін, да. Ондай механизм уже керек емес. Потому что нам неплохо, нам хорошо, нам можно это делать. Вот. Мен нумерологиялық талдау жасай бастадым да, сол кезде намаз оқитындар басқаша қорқытатын бірдеңелер жаза берді. Сонда сразу ұй-бұйлардың имандылықтарына зияным тиді ме деп қоя салдым. Люди вокруг меня будут страдать, если я что-то буду изучать, делиться новой информацией, узнавать, развиваться, читать. Нельзя реализовываться вам. Дамуға болмайды, бір нәрсені оқуға, бұрын соңды білмейтін кітапты оқуға. Оқып қалсам, біліп қойсам, айналамдағы адамдар бақытсыз болады, кесірім тиеді. Это все индивидуальность. Вот, Зарина, сіз жақында сұрадыңыз ғой, индивидуальностьті қайтып, вообще түсінбедім. Вот это и есть индивидуальность, да. Просто сол жерге кіресіз де, сол жаңа үлгі бойынша аласыз да, и жазасыз. Мен жаңа тізім бердім ғой, сонда істеп шығуыңызға болады. И өзіңіздің, егер мен айналысатын болсам, егер мен өзімді елге көрсететін адамға айналсам, не болады, и кетеді. Кто пострадает. И айтасыз, айналамдағы адам, күйеуім, балам, анау, мынау, өзім кетті. Анам көңіл түседі, үйтеді. Даже вот консультацияда жақында салмақ туралы сөйлестік да. И консультацияға жазылғыңыз келсе, жазыңыздар, директке жауап берем. Жазыламыз, сөйлесеміз, сосын разбор жасаймыз, проработка жасаймыз. Осы салмақ бойынша, короче, мынадай болды. 60 килограмм быть нельзя. Потому что не үшін кто пострадает деген кезде, ата-анам, они будут думать, что мен жүдеп кеткенске, они будут думать, что мне плохо живется. Ойлаңыздаршы, оны түпсана никогда аштан өліп, алттан кейін жемей, даже бүйтіп диетамен қиналса да түпсана ойға апармайды, потому что ол кісі ата-анасын жақсы көреді. Да, если она, несмотря на диеты, диетамен үйтіп 60 килограмм болып алса, да, это не будет длиться долго. Это будет, ты сатып кеттің, сен мамаң сатып кеттің, мама папаңды қара, они расстроены, видишь, они каждый раз, когда тебя видят, думают, немене асып кеткенсің, жүдеп кеткенсің, түрің страшно болып, не мына көйлегің салпылдап тұр, не тамағың жоқ па, не үйде ақша берейін ба деген сияқты нәрселер болсын. Мә, біттім. Все, түпсана, қайттан бычыт қылтып ісір жібереді да. Болмайды, короче говоря. Бәрі бізде түпсана не істейді. Нами управляет наши программы в подсознании. Осы нотамен мен эфирді бітіремін. Әйтпесе мен көп сөйлей беремін. Если сұрақтар болсам, неге жазыңыздар, қазір мен сұрақ, вопрос, ответ бір нәрсе деп қойып қоярмын сторисқа. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен жауап беремін. Мен қазір барамда кешегі келген новый продукциялармен палашуым. Все, давайте. Рахмет, сіздерге де рахмет, реакцияларыңызға рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Көріскенше. Өзіңізге сұрақты қойыңыз, ол жауапты сіз білесіз. Давайте, сау болыңыздар. Сақтап қоям.